Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бұл видеода біз сіздермен екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесімен танысамыз және оларды шығару жолдарына мысалдар келтіріп қарастыратын боламыз. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесінің жалпы формуласы сіздерге көрініп тұр. Бұл жерде айнымалы дегеніміз белгісіз әріптер, білесіздер, иә? Біздегі x және y айнымалылар болып есептеледі. Қысқаша жазып қойдым. Ал қалған A, B, S, D, E, F деген әріптер бізде қандай да бір сандар болады. Енді осы сандардың ішінде осы төртеуіне, яғни A, B, D, E, осы төртеуіне ешқашан нөлге тең болуына болмайды. Себебі ол төртеуінің ең болмағанда біреуі нөлге тең болып қалатын болса, біздің айнымалыларымыздың біреуі жойылып кетіп, теңдеуіміз екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі болмай қалады. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін шешудің үш әдісі бар. Алмастыру әдісі, қосу әдісі, азайту әдісі. Кейбір оқулықтарда келесі екі әдісті бірге алгебралық қосу әдісі деп те атайды. Ал біз қосу, азайту әдістері деп әрқайсына жеке-жеке мысалдар қарастырайық. Бірінші мысалымызды қарастырып бастаймыз. Берілгені бірінші теңдеуіміз y тең 2x дейді, ал екінші теңдеу x және y-тің айырымы 5-ке тең дейді. Бұл теңдеулер жүйесін біз алмастыру әдісі арқылы шығарамыз. Ол қалай? Қараңыздар. Бірінші кезекте олардың жалпы берілуіне қараңыздар. Біріншісі болсын, немесе екіншісі болсын, y тең деп тұрса, немесе x тең деп тұрса, дәл осы міне біріншісі сияқты. Онда сіз бірден алмастыру әдісін қолдансаңыз болады. Енді алмастыру әдісінде біріншісін ешқандай өзгеріс енгізбей көшіріп жазып аламыз. Ал енді төменде екіншісіне y деп тұрған жерге алып келіп 2x-ті орнына қойып алмастырамыз. Сондықтан да оны алмастыру әдісі деп атайды. Одан кейін жүйені жазу тәртібінде қарап отырыңыздар. Стрелка қоямыз екеулік және ары қарай да біріншісін бірге жазып отырамыз. Біріншісін қайттан көшіріп жазып қоямын. Оған әзірге ешқандай өзгеріс енгізбейміз. Ал енді төменде қараңыздар. x-тен 2x-ті азайтсақ 5 дейді. Яғни x-тің алдында мына жерде 1 деген коэффициент бар деп ойлайық. Сонда айырым нәтижесі бізге минус x-ті береді. Тең 5-ке. Жүйе белгісін қоямыз, тағы да стрелканы қоямыз. Ары қарай енді біздің бірінші теңдеуімізді өзгеріссіз жазып қоя тұрайық. Екінші теңдеуімізден x-тің алдындағы минусты оң жаққа өткізіп жүретін болсақ, 5-тің алдында минус пайда болады. Біз екі айнымалының біреуінің сан мәнін анықтадық. Ал енді ары қарай дәл осы сан мәнді біз апарып жоғарыдағы y тең деп тұрған жерге алып келіп қоятын болсақ, онда біз екіншісінің де сан мәнін есептей аламыз. Сонымен жауабымыз y тең болады екен. 2 мен минус 5-тің көбейтіндісі минус 10, ал x-тің мәні минус 5-ке тең еді. Сонымен жауапты жазатын кезде жақшаны ашамыз. Алдымен x-ті жазасыздар минус 5 деп, одан кейін y-ті минус 10. Жауап жазылды, есеп аяқталды. Келесі мысалымызды қарастырып бастайық. Бұл жерде берілгеніне мән беріп қараңыздар. 6y тең 3x дейді бірінші теңдеуімізде, ал төменде 3x қосылған y тең 7 дейді. Алдымен бұл теңдеуді біз стандарт түрге келтіріп аламыз. Яғни, міне жоғарыға жазып қойдым сіздерге жалпы формуласын, сонымен бірдей болуы керек. Салыстырсаңыздар, бұл жерде x оң жақта тұр, е? Ал бізде екі айнымалы да сол жақта тұруы керек екен. Демек, плюс 3x-ті сол жаққа минус 3x-те өткіздім. Қасында 6y қосылып тұрады, тең орнында 0 қалады. Ал екіншісін өзгеріссіз көшіріп жазып қоямын. Енді қараңыздар, бұл теңдеуге қолданатын әдісімізді қосу әдісі деп қойдым. Қосу әдісін қолданатын кезде теңдеудің жалпы түріне қараңыздар. Ең болмағанда екі айнымалының біреуінің алдында тұрған коэффициенті бірдей болып,
бірақ та таңбалары әртүрлі болатын болса, онда сіздер қосу әдісін қолдансаңыздар болады. Біздің жағдайда қараңыздар, 3x коэффициенттері бірдей болып тұр x-тің, ал таңбалары біреуінде минус бар, біреуінде минус жоқ. Сондықтан да мен бұл теңдеуімізге қосу әдісін қолданамын. Ол қандай дейтін болсаңыздар, мұқият қараңыздар. Осы теңдеуді өзара бір-біріне екеуін қосып жіберемін. Енді қараңыздар, минус 3x пен плюс 3x бір-біріне қосылған кезде ол жерде тек қана 0 болады. Ал енді 6y пен y-ті қосатын болсам, онда y-тің алдында тұрған 1 деген коэффициент қосылып 7y болады. Тең, оң жағы 0 мен 7-нің қосындысы 7-ге тең. Сонымен бірінші айнымалымыз анықталды. 7 оң жаққа бөлу болып өтеді. 7-ні 7-ге бөлетін болсақ, нәтиже 1-ге тең. Бұл бізде y айнымалысының мәні. Ал енді осы тапқан мәнді берілген теңдеудің екеуінің біреуіне апарып қою арқылы екінші айнымалымызды есептеп алсақ болады. Енді мен бұл жерде төменде тұрған екінші теңдеудің орнына апарып қойғым кеп тұр. Қараңыздар, 3x қосылған y-тің орнына 1-ді қоямын, тең болады 7-ге деймін. Сол кезде менде 3x ары қарай қарапайым теңдеу болады. 7-ден азайтамын 1-ді. Ары қарай 3x тең 6-ға, x тең 6-ны 3-ке бөл жүреміз. X тең болады екен 2-ге. Жауапты жазайық. Жақшашамыз. Алдымен x-тің мәні жазылады 2-ге тең. Ары қарай қасына y-тің мәнін жазып қоямыз. Есеп аяқталды. Келесі үшінші мысалды қарастыруды бастайық. Жалпы түрі бұның да стандарт түрде емес екен. Оны өзгертеміз. Минус 2x-іміз плюс 2x болып ауысады 3y-тің қасына. Оң жақта тек қана 0 қалады. Төмендегі теңдеуді өзгеріссіз жазып. Ал енді сіздерге бұл жерде әдісін азайту әдісі деп жазып қойдым. Оны қолдануды түсіндірейін. Екі теңдеуді қосу әдісіне ұқсас, бірақ та енді бір-бірінен екеуін өзара азайтатын боламыз. Азайту әдісін қолданудан бұрын екі теңдеудің жалпы түріне қараңыздар. Егерде таңбалары да бірдей болып, коэффициенттері бірдей болып тұрған екі айнымалыны байқайтын болсаңыз, теңдеулерде, онда бірден азайту әдісін қолдансаңыз болады. Мен дәл солай қолданып бастап жатырмын. 2x-тен 2x-ті азайтамын 0. Ары қарай 3y-тен y-ті азайтсам 2y қалады. Ары қарай 0 азайту минус 4. 2 азайту плюс болып кететті. Оң жақта 4 деген сан шығады. Сонымен y тең 4-ті 2-ге бөлетін болсақ, бір айнымалымыздың мәні шықты, 2-ге тең екен. Ол бізде y. Ал енді мен өзім қалаған екі теңдеудің біреуіне апарып қою арқылы екінші айнымалыны, яғни x-ті анықтасам болады. Мен байқасаңыздар, екіншісіне апарып қойып жатырмын. Сонымен 2x-іміз тең болады екен, минус 4, минус 2, нәтижесі минус 6, оны 2-ге бөл жүретін болсақ, x тең болады екен, минус 3-ке. Есебіміз аяқталды. Жауабын міндетті түрде жазып қоямыз. Ұмытпаңыздар, алдымен x-ті жазамыз, қасына нүктелі үтір қойып, y-ті жазамыз. Есебіміз аяқталды. Келесі мысалға назар аударыңызда, теңдеуіміздің жалпы түрі қай әдісті қолдануға келеді? Біраз ойланып қалатындарыңыз рас. Өйткені бұл жерде y тең, немесе x тең деп алмастыру әдісіне келетінде теңдеу жоқ. Немесе коэффициенттері бірдей болып тұрғанда ешқандай ұқсас екі теңдеуді байқап тұрған жоқпыз. Бұл жерде не істейміз? Қараңыздар. Бұл жерде сіздер коэффициенттерін бірдей қылып алу үшін теңдеудің екі жағында бірдей коэффициентке көбейте аласыздар. Мен мына жерде y-тің алдында 3 деген коэффициент болатындай етіп, теңдеуді толықтай 3-ке көбейт жүрейін деп жатырмын. Сол кезде ары қарай шығаратын болсақ, теңдеуіміз біріншісі өзгеріссіз жазылады. Ал екіншісінің алдына, барлығының алдына 3 деген сан көбейтіледі. X-іміз 3x болады, азайтылған y-тің алдында 3y болады, тең 3 пен 3-ті көбейтетін болсақ 9. Ал енді қараңыздар, бұл жерде сіздер қай әдісті қолданар едіңіздер? Мен қосу әдісін қолданатын едім.
Неге? Себебі мына жерде 4х пен 3х қосылып, өзара 7х-ті беретін болса, плюс минус 3y деген кезде бәрібір минус жеңіп кетеді. Сонда 3y-тен 3y-ті азайтын болсам, бір айнымалымыз толықтай жойылады. Біздің мақсатымыз да сол еді. Ал оң жағы 9 пен 5-тің қосындысы 14-ге тең. Сонымен бір айнымалымыздың мәні анықталды. 14-ті 7-ге бөлетін болсақ, 2-ге тең. Ал теңдеудің енді сіздерге жоғары жаққа да қойып шығарып берейін. 4х-тің орнына апарып, тапқан мәнімізді қоямыз 2-ні. Қосылған 3y тең 5-ге деп бірінші теңдеуге қойып жатырмыз. Сонымен 3y 4 пен 2-ні көбейтсек 8, ол 5-тің қасына азайтылып барады. 3y-іміз тең болады екен минус 3-ге, y-іміз тең болады екен минус 1-ге. Теңдеулеріміздің жауаптары дайын. Жауапты жазайық. 2 және минус 1 деген жауаптар. Келесі мысалдың жалпы түріне қараңыздар. Бұл жерде не істер едіңіз? Қай әдісті пайдаланар едіңіз? Мен бұл жерде бірінші теңдеуді толықтай 2-ге көбейтіп жіберіп, азайту әдісін қолданар едім. Көрейік. Ары қарай стрелканы қоямыз, жүйе белгісін қоямыз. 2х бірінші теңдеу түрленіп жатыр. Қосылған 6y тең 20-ға. Төменде өзгеріссіз екінші теңдеуді жазамыз. Азайту әдісін қолданамыз дедік. Сонымен 2х-тен 2х-ті азайтамыз. Толықтай х айнымалысын жойып жібердік. Ары қарай 6y азайту тағы да минус 5y. Сонымен 2 азайту өзара қосылады. 11y болады. Тең 20 азайту минус 3 қосылып кетеді. Екеуі 33 болады. Бірінші айнымалымыз дайын. 33-ті 11-ге бөлсек 3-ге тең. Ал енді мен қай теңдеуге қойсам екен? Жоғарыдағы теңдеуге қояйық. Қараңыздар, х қосылған 3 көбейтілген 3 тең 10-ға, иә? Сонымен х тең болады 10 азайтылған 3-тің 3-ке көбейтіндісі 9. Сонымен х тең 1-ге. Жауапты жазатын болсақ, х 1 кезінде y 3-ке тең деген жауапты алады екенбіз. Келесі мысалға назар аударыңыздар. Бұл жерде ешқандай бірдей таңбада, немесе әртүрлі таңбада бірдей коэффициенттер жоқ. Демек, бұл жерде қараңыздар, не істейміз, үйреніп алыңыздар. Екеуінде бірдей санға көбейтуге болады. Х-тің алдын коэффициенттерін бірдей етуім үшін 3 пен 2-ні бір-біріне көбейтсем 6 болады, иә? Демек, бірдей 6-ға келтіру үшін 3-ті 2-ге көбейтемін, ал 2-ні 3-ке көбейтіп жіберемін. Бұл жерде y-тің алдында бірдей етуге болады. Ол үшін сіз 5-ке 3-ке көбейтуіңіз болады. Енді біз кішкентайын таңдадық. 5 3-тен 2 3 деген сан кішірек, иә? Сонымен түрленді теңдеуіміз жазайық. Қандай болып? 6х қосылған 10y тең 32-ге болды біріншісі. Ал екіншісі 6х қосылған 9y тең 27-ге. Ал енді бірдей, таңбалары да бірдей, екі коэффициент пайда болды. 6 деген. Онда біз азайту әдісін қолданамыз. Екеуін бір-бірінен азайтатын болсақ, х деген айнымалыдан толықтай құтыламыз. Ал 10y-тен 9y-ті азайтатын болсақ, y-тің өзі қалады, 1y деп жазбаймыз ғой. Ал 32-ден 27-ні азайтатын болсақ, 5-ке тең. Бір айнымалымыздың мәні дайын. Ал енді мен бұл жерде төмендегі екіншісінің орнына апарып қойып, анықтағым келіп тұр. Өздеріңіз білесіздер, қайсыны апарып қойсаңыздар, біз х-тің мәнін анықтай аламыз. Сонымен 2х тең болады. 9-дан азайтады екен біз 15-ті. Сонда 2х-іміз тең болады екен минус 6-ға, және х тең болады екен минус 3-ке. Жауапты жазайық. Х минус 3-те, y 5-ке тең. Есеп аяқталды. Ең соңғы мысалымыз бұл жерде бөлшек қатысқан. Бөлшек қатысқан теңдеулерден енді қорқудың қажет жоқ. Бірінші кезекте сіздер бұл теңдеулерді ортақ бөлім таңдап, өзіміздің қарапайым теңдеуге келтіріп алсаңыздар болады. 2 мен 3-ке ортақ бөлім неше болады деп ойлайсыздар? 6. Онда толықтауыш көбейткіштерін маңдайына жазайық. Оң жағына да міндетті түрде көбейтуді ұмытпаңыздар. Сонымен теңдеуіміз
3x азайтылған 2y тең 6-ға болып. Бірінші теңдеуіміз түрлендіріп алдық. Енді екіншісі 5 пен 4-ке ортақ бөлім 20. Олай болса, толықтауыш көбейткіштерін жазайық маңдайларына. Маңдайы деп сіздерге түсінікті болу үшін айтып жатырмын, Сонымен түрленген теңдеуіміз дайын. Бұл теңдеуді қалай шығарамыз енді? Бірдей коэффициент жоқ. Онда не істейміз? Екеуінде бірдей санға көбейтеміз. Сол кезде таңдайтынымыз біздің болсын екеуінде 3 пен 4 көбейтсек 12 болып кетеді, 2 мен 5 көбейтсек 10, Сонда жоғарыдағысын көбейтеміз 5-ке, төмендегісін көбейтеміз 2-ге. Ал тағы да түрлендірейік. Бірінші теңдеуіміз болады 15x азайтылған 10y тең 30-ға. Төменде 8x азайтылған 10y тең минус 40-қа. Жүйе белгісін қоюды ұмытпаймыз. Жалғастырайық. Енді бұл жерде қай әдісті қолданамыз? Қараңыздар, y-тің алдында коэффициенттері бірдей, таңбалары да бірдей. Олай болса, екеуін өзара азайту әдісін қолданайық. Сол кезде 15-тен 8-ді азайттық 7, қасында x тіркейміз. Y-тер өзара жойылады, ал оң жағында екеуін қосып жібереміз өзара. Өйткені 40-тың алдында минус бар. Мен x тең, бұл жерде бірінші айнымалымыздың сан мәні 10-ға тең екен. Ал енді екінші айнымалының мәнін табу үшін мен төменде тұрған теңдеудің орнына апарып қойып, есептеп көрейін. Сол кезде 10y тең болады 80 қосылған 40. Y-тің алды оң таңбалы болу үшін оң жаққа өткіздім, ал 40-ты сол жаққа өткіздім. Сонымен Y-тің мәні де дайын. Бұл жерде Y-тің мәні болады екен 12-ге тең. Жауапты жазайық. X бізде 10-ға тең, ал Y 12-ге тең. Есеп аяқталды. Сонымен құрметті білім алушылар, сіздермен екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қарастырып біттік. 7 мысалда барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Әлі де сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар, міндетті түрде жауап беріледі. Ұқсас есептер қарастырып, білімдеріңізді толықтырыңыздар.